Онда 12-ші есепте бізде бір мүшені, екіншісін бір мүшенің квадрат түрінде жазыңдар деп тұр. Сонда біз жақшаны қойып, 2а қоямыз. Сыртына 2 деген сан алайық. Сонда оңай болады. 2-ні 2-ге қойсақ, 2-ні 2-ге көбейтсек 4. 2-ні 4-ге көбейтсек 16-ға сен 2, 3. Келесі есепте бізде жақша 10, м және де n. Жай ғана 10 болады. 10-ды мына жерде 1 бар деп есептегенде, сонда 10-ды 2 рет көбейтуіміз керек, сонда 100 шығады. М-нің 4 дәрежесі, сосын 2. Енді үшіншісінде бізде біз 5-ке теңеп алсақ, мынаны 9-ға теңеп алсақ та болады. Сонда 5, 9, x және де y. Сонда мынаны біз 2 рет көбейтсек, 5-ті 5-ке көбейтсек, онда 25 тең болады. Сонда 9-ды 2 рет көбейтсек 81 шығады. X-тің 3 шығу керек, мына жерде 6 шығу керек. Келесі есепте бізде мынаны біз 13-ке теңеп алсақ болады, а мынау санды 15-ке теңеп алсақ болады. Жақшаны кеттік. А, Б, жақсан сыртында бізде болады 2 саны. 10-ды 2-ге көбейткен кезде бізде 5-ті 2-ге көбейтсек 10 шығады, 2-ні Б-ға көбейтсек бәрі де 2 болып қаласын. Келесі мынау есепте бізде жақшаның ішінде 1/8 м және де пи, сыртында бізде 2 болса, 1/8-ді 2 рет көбейтсек 3/24 24 саны шығады. Келесі м-ді 4-ке теңеу үшін бізге 2-ні қою керек, 2-ні 2-ге көбейтсек 4, п-ні 7. Мына жерде бізде 0,117 көбейтілген x-тің 10 дәрежесі y-тің 9 дәрежесін алсақ, сонда сыртына 2 болса, 2-ні 10-ға көбейтсек 20, 2-ні 9-ға көбейтсек 18, 2-ні бір бар деп елестетеміз. Сонда 2 рет көбейтуіміз керек, 0,117-ні. Сонда бізде осы сан шығады. Онда 13-те бізде мына сандарды бізге өрнектердің арасына бір мүшенің квадраты және бір мүшенің кубы түрінде жазуға болатын өрнектерді теріп жазыңдар деп тұр. Мына жерде 13-ті біз кубқа да айналдыра алмаймыз, квадратқа да айналдыра алмаймыз. Себебі сол үшін де бұл жатпайды. Келесі екіншісінде бізде бұл жерде сыртына кубты қойсақ, куб 6 болу үшін біз кубты 2-ге көбейтуіміз керек. Сонда 6, 18-ді біз 6-ға көбейтуіміз керек. Сонда 18 шығады, к-ні 9-ға шығаруымыз үшін 3-ке көбейтуіміз керек. Келесі үшінші есепте бізде x жазып аламыз, y-ті тоже жазып аламыз, z-ті тоже жазып аламыз. Сосын сыртына бізге ұқсас келетін, ол 16-ға қарайтын болсақ, онда 2-ге 2 тура келеді деп ойлаймыз. Сонда 2-ні 24 шығару үшін 12-ден береміз, мынаған 8-ден береміз, мынаған 10-нан береміз. Мынау 4-ші есепте біз 0,116-ны біз 0,10-4-ге айналдырып алсақ, бізге оңайырақ болады. А, Б. Тағы да қарайтын болсақ, 2-ні біз кубқа шығара алмаймыз, кубтан істей алмаймыз. Сол себепте квадратты беруіміз керек. Квадрат. Сонда мына жерде 1 бар деп есептесек, 2 рет 0,14-ді 2 рет көбейтсек, осы сан шығады 0,116. А-ны тоже дәл солайынан 1 бар деп елестетеміз. Б-да
уже 3-ті қоюымыз қажет. Келесі есепте бізде әркімде әртүрлі шығуы мүмкін. Сол себеп соған қарай отырып шығарыңыздар. 5-ші есепте біз 216 санын біз 54-ке теңеп алсақ, А, Б. Сыртына бізге 2-ні қойсақ та болады, кубты да қойсақ та болады деп ойлаймын, бірақ мен 2-ні қояйын. 54-ті 216 санына теңеп алу үшін біз тек 54-ті 2 рет көбейтіп алуымыз керек. Сонда жағына 1 бар деп елестетеміз. А сонда 3 болады, мұнда Б-да 3 болады. Келесі мына есепте бізде сосын көбейтілген А көбейтілген С сыртында 3 кубты беретін болсақ, бізге оңайырақ болады. Себебі мұна санды 3 рет көбейтуіміз керек, сонда мұна сан шығады. Енді ең бірінші әріптерін шығарып алсақ, 5, мынадан 3. Енді мынаған келсек, біз ештеңе білмейміз, себебі мына жерде 1 бар деп елестетіп алуымыз керек. Сонда осылай шығады. Сіздерге қазақта болды деп ойлаймын. Мына жерде де дұрыс емес. Мына жерде біз 2-де мұнда бәрі бірден шықпайды. Яғни 1 мен 2 оны жазбай ақ қоюларыңызға болады.